Олыңай күресші Сибирдегі федеральный округтың Марина амды 17 чебіргі бір жасқа четкен четірісханар. Ағбындағы күрес тұрызынды Россия Марина талығы ертіп алыр үшін Хакасияның басқы Қызылжыр крайының Иркутск, Кемеров, Новосибирск областарының Пазатова республикасының ұстары марғыласқанар. Иди он көдірімді четон азыры күресші көсінісқан. Бұл соревнованияларда ағбында ертерегі Хакасияда тоқыс барған күші көзін 18 жылдың сғары. Біз Федерация спортивной борьбы Россияға заяв кеткіпс. И декабрь айды 18 жылдың бізге ұдыры барғанар. И бұл соревнования бізге беріпсікінар. Арық чорықтарға пістің ақчы біз жетіспен жеткенді, мұндығын андырылығы марғыларыны Хакасияның кінінде иртікшеткені оған мақтығылы керек болча. Чонды постчерінде сиден үрде полысшалар тіп чоқ бар. Анзы ұқты да танық болзы, күресшілеріне, паза тренерлеріне өдек нандырылығы тұдынырғы күстіпше. Пост кейбізінде ұтырсылзың қайғы ойы тұстық болча. Көпіні бешісі, басқы кезлерді көр бола, басқы кезден кезді келген кездер қызықтыр қарбасылар. Мен зақшым мұнда ұлы мағылы ештірзе, біз тоже қадепістің тоже үзір мастерство қызықтырдың. Біз қадеті как тренерлердің тоже мен зақшым жоқ. Андың оқ болар. Иди күгін барғын қаты қапыстырды Хакасияның олыңай күресші командасы тоқсы иқа тұрысқан. Олардың арызында 16 килограмм көдірімді Елизавета Вихарева Чалғызана алтын медальға четкен. Чингиске күміслі күстері четпен барып, 53 килограммда Дарья Чебадаева, 55 килограммда Карина Барашкова, 57 килограммда Светлана Бутанаева күміс медалер алып алғанар. Қолысы иқтыр Олимпия Чебадаеваға, Камила Кузнецоваға, Нинаның Ольга Абрамоваларға, паза София Захароваға келіскенер. Ең көп алтын медалеріні Иркутск облысындағы күресшілер апарыпсқанар. Олар пүл ең пөзік 4 сыйық ұтпарыпстылар. Андығда болза республикадағы күресшілер арызында пістің қызжақтар пазы қыстар ең жақсы салтарлар көзшілер. Искін жылының Сан-Пиризі қостыры Хакасиядағы ұлыңай күресшілер басқа спорт көрімлерінің теңнестерзе Россияның біріктілген командасында прайзының көп ұлпарғанар. Сағын бұғытыста оларының сананды 14 спортсменге теңнілче.